Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге араның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жаз мезгілінде шыбын-шіркей мен жәндіктер ерекше белсенді болып келеді. Тіпті масаның өзі адам өміріне қауіп төндіреді. Ал адамды арая сона шақса, оның жазылуы ұзаққа созылады. Адамды ара шағып алса, әдетте адам ағзасы бірден сыр бере бастайды. Аяқ қол сыздап, дене қызады, адамның бет жүзі ісе бастайды. Тері қызарып кетіп, дене қыши түседі. Араның шаққанда психологиялық және аллергиялық реакция пайда болады. Психологиялық реакцияда адам жәндіктің шаққанына шыдамсыздық танытып мазасызданады. Екінші мәрте шағып кетеді деген күдікті әрі қорқынышты сезім пайда болады. Ал аллергиялық реакцияда адамның дене қызуы көтеріліп, басы айналып, жүрегі айниды, қатты құсып, тәбеті жоғалып, тіпті талып қалуы мүмкін. Абырой болғанда адамдардың 2-3% ғана аллергиялық реакцияға ұшырайды. Оның да әртүрлі дәрежесі бар. Ең күрделі дәрежесінде адамға дер кезінде алғашқы көмек көрсетілмесе, адамның жүрегі тоқтап қалуы да әбден мүмкін. Араның шағуына балалар мен әйелдер ағзасы бірден әсер етеді. Себебі олардың ағзасы әлсіздеу, әрі тері нәзік болғандықтан ара уы тез таралады. Есіңізде болсын, айналаңызда ара ұшып жүрсе, оған мән беріп, оны қағып, өлтіруге ұмтылмаңыз. Себебі ара себепсіз адам баласын шақпайды. Тек адам тарапынан қарсы әрекеттер көрсе ғана ол өзін қорғау мақсатымен шағып алуға бел буады. Егер де сізді ара шағып алса, сабыр сақтаңыз. Айғай салып, бейбаламға түсудің еш қажеті жоқ. Ара шаққан кезде дереу жақын арадағы медициналық пунктке бару керек. Немесе жедел жәрдем шақыртқан жөн. Ара шаққан жерге кішкене қант басып қойыңыз. Қант арадан қалған улы затты сыртқа шығаруға ықпал етеді. Ара шаққан жерді сығуға, қасуға, тырнауға болмайды. Кері жағдайда ағзаға инфекция түсіп, ара уы денеге таралып кетуі мүмкін. Ара шаққан жерді мүсәтір спиртімен немесе йод не көк дәрі қосылған сумен шайып жіберу керек. Қол астында бұл заттар болмаса, ара шаққан жерді ақжелкеннің жапырағымен сықылап жіберуге болады. Ара шаққан жерге ылғалды сүлгі немесе салқын суға толы жылытқы басу керек. Шаққан жердің ісігін басу үшін мұз немесе салқын су басқан абзал. Ара шаққан жанды көлеңке астында жатқызып, немесе орындыққа отырғызып, көп мөлшерде салқын су беру керек. Салқын су болмаса, қант қосылған қайнатылған су мен бал қосылған шай беруге де болады. Ара шаққан жанның денесі қызарып, бөртіп жатса, оған кардиамен сұйықтығының 20-25 тамшысын беру керек. Удың ағзаға пайдалы әсері келесідей: тамырлы қуыстың кеңеюі, тәбеттің жоғарылауы және перистальтиканы ынталандыру, бұлшықет тонусын қалпына келтіру, жүйке импульстарын беру процесін қалыпқа келтіру, гемоглобин деңгейінің жоғарылауы, сүйек жүйесін нығайту, бактерияға қарсы әрекет, метаболизмді қалыпқа келтіру және зиянды холестеринді жою, қабынуды жою, церебральды қан айналымды жақсарту, жүрек соғу жылдамдығын қалпына келтіру, қан қысымын тұрақтандыру. Адам ағзасына көп мөлшерде енетін кез келген токсин қалаусыз реакция тудыруы мүмкін. Аз мөлшерде бұл пайдалы. Егер адамды бір ара шағып алса, жағымсыз салдардың пайда болу қаупі аз болады. Басқа жағдайларда зиян денсаулыққа қауіп төндіреді, әсіресе аллергия болған жағдайда. Мамандардың пікірінше, ұяшықтардағы балды сатып алған жөн. Себебі мұндай өнімнің сапасы жоғары әрі табиғи болады.
Тихомированың сөзіне сүйенсек, суық дегенде бал қосып шай ішкеннен адам жазылып кете қоймайды. Өйткені ыстық шайда еріген бал пайдалы қасиеттерінен айырылады екен. Бұл жай әшейін адамның көңілін көтеру үшін қалыптасқан ұғым. Адамға суық тиіп ауырып жатқанда сәл де болсын жадырасын деп, сол кездегі жалғыз тәтті дәмді бал беретін болған. Семіздікке шалдыққан, сондай-ақ гүлге немесе ара уына аллергиясы бар адамдарға бал жеуге болмайды. Адам денсаулығына зияны тимес үшін балды түске дейін 2 қасық қана жеуге болады. Бұл өнімнің пайдасы әсіре бағаланған. Сол себепті оған кәдімгі тәтті ас ретінде қараған жөн. Алайда бал мен ішімдікті қатар пайдалану, сондай-ақ балдан жасалған ішімдік ішу бауыр циррозына әкеп соғуы мүмкін. Аллергияға бейім адамдар үшін ара шағу қауіпті. Басқа жағдайларда оның денсаулыққа пайдасы бар. Осыған қарамастан, шырышты беттерге шағудан аулақ болған жөн. Бұл жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Достар, менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Мақпал.